Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл жаңа кезең бағдарламасы. Бүгін біз Ақмола облысындағы комбайн құрастыратын зауыттамыз. Олай болса, зауыттың жұмысымен бірге танысайық. Ақмола облысы аграрлы аймақ. Сондықтан мұнда ауыл шаруашылығы техникасына деген сұраныс қашанда жоғары. Осыған дейін шаруалар өзіне қажетті техниканы, комбайндарды шетелдерден алып отырса, қазіргі таңда бұл техниканың барлығын өзіміздің елде өндіреміз. Кез келген ел үшін өндірісті өз қаражатымен қамтамасыз ету экономиканы дамытудың басты шарттарының бірі. Сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенді тиімді дамыту үшін Қазақстанға өз кәсіпорындарында ауыл шаруашылығы техникасын шығару қажет. Қазіргі уақытта зауыт 2 комбайн моделін өндірумен және сатумен айналысады. Кәсіпорын сондай-ақ тракторлар шығарады. Компания бүгінде Қазақстан бойынша комбайн сату нарығының 60%-ын қамтиды және жылына 1000-нан аса комбайн техникаларын шығаруға мүмкіндігі бар. Біздің зауыт негізі толық құрылғаны өткен жылы. Қазіргі мүмкіндігі егерде толық жасақтаушы құрылымдар бір түгел болып тұрса, материалдар, оның ішінде темір, сталь деген бар, сыр бояулар бар, тағы да басқа қажеттік материалдар, соны қосқанда жылына 1000-нан артық комбайн шығаруға жағдайы бар. Сосын өзіміздің бірінші ретінде анонс қылғанымыз ол 300 трактор жинаймыз дегенбіз. Зауыттың мақсаты айқын, қадамдары нық. Компания басшысының айтуынша, таяуда комбайн және трактордың өзге де түрлерін шығару жоспарланған. Қазіргі таңда шетелдік әріптестерімен келіссөздер жүргізілуде, дейді Қайрат Қалманбаев. Кеше ғана басқа да шетелдік өндірушілермен келіссөз өткізіп, енді мүмкіндік болса алар сол бір-екі аптаның ішінде сол жаққа барып қайтып, сосын жаңа да өндіріс өнімдерін кіргізіп, бүгіннің өзінде біз шартқа отырып, бірінші модельдерін әкеліп, ақшасын төлеп алайын деп жатырмыз. Сондықтан дағы завод мүмкіндігі негізі өнеркәсіп мүмкіндігі мол. Және де біз тек қана өз мүмкіндігімізді пайдаланбаймыз, көрші тұрған кәсіпорындар бар. Солардың мүмкіндіктерін пайдаланып, сонымен бірге кооперация түрінде жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстанда жиналатын комбайн тракторлардың өзіндік артықшылықтары бар, дейді аграрийлер. Атап айтсақ, техника әрдайым сатылымда бар. Және қажет болса, мамандар Көкшетаудағы кәсіпорыннан еліміздің кез келген жерінде орналасқан шаруашылыққа өздері жеткізіп береді. Бастысы, бағасы шетелдік валютаға тәуелді емес. Тағы айта кетерлігі, компания Қазагро қаржы ұйымымен келісім шарт жасасқан. Бұл дегеніміз, әр шаруа техниканың құнын көп дегенде 7 жылдың ішінде бөліп төлей алады. Бұл комбайндарды атын негізі шаруашылық қожалықтар, үлкен ірі кәсіпорындар тауарлық шығаратын. Шынын айтқанда, бүгінгі күні комбайн деген өнімнің тапшылығын бәрі де айтып та жүр, оның іс бар деген сияқты. Сондықтан да бұл салада біз өткен жылы 589 комбайн шығардық. Бірақ ол есеппен алғанда. Арасында бұрынғы жүріп қалған ескі комбайндарды да өзінің қалпына келтіріп, соларға жөндеу жүргіздік. Сосын бізде 2 жылдық гарантия бар бұл техникаға. 2 жылдық гарантия 630 сағат деген. Сондықтан да біз сол тараптан жұмыс істеп жатырмыз, бірақ ұсыныстан көп болып тұр қазір. Қазір комбайн бөлшектерінің 45% өндіріс ошағында жасалады. Жақында кәсіпорын тіркеменің 2 түрімен әмбебап орақты толықтай өзінде шығара бастады. Зауыт толықтай автоматтандырылған. Жұмысшылар тек уақытылы бөлшектерді кесіп, қажетті формаға келдіру керек. Зауыттың басты өнімі ол астық жинау комбайндары. Оның негізгі бөлігі Ресейден жеткізіледі. Бұл жерде оған ең алдымен дөңгелектері салынып, жинау цехында қосалқы бөлшектер орнатылады. Өндіріс алаңында бір мезетте 6, ал бір күнде 12 комбайн құрастырылады. Вот как раз мы подходим на пост, где уже... Біз комбайн шеттеріне бекітетін бөлшектерді дайындап жатқанын көріп тұрмыз. Мұнда лонжерондарды дәнекерлеу жұмыстары жүріп жатыр. Нәтижесінде осындай корпус дайын болады.
біз жатқа жинаймыз. Жатқан жинағанда 2 делитель, цилиндрлар және де трубкалар саламыз. Бұнда жатқа келмей тұрып, бұлар варится, сосын маляркаға жіберілер. Бәрі дайын болғаннан кейін каркасты әкелеміз, сосын осы жерде бастап жинаймыз. Бұған және өзінің құрал саймандары ПМ-дар келеді. ПМ-дарды размер айтаймыз. Бәрін бөліп, содан соң болттарды жинап, әр адам өзінің позицияларын болттарын жинап, өздерінің жинайтын орындарына келеді, позицияларын бастайды. Мысалға, менің позициям, бұл жердегі мынау цилиндр. Өндірістік блок 2 цехтан тұрады. Бірінші және екінші цех. Мұнда металл кесетін цех, дәнекерлеу аппараттары, компрессорлар, 6-дан 9 метрге дейінгі орақтарды құрастыру бойынша учаске, тораптар мен адаптерлерді бояу және құрастыру цехы, тораптар мен жинақтауыштарды жылжытуға арналған кран арқалықтар орналасқан. Өндірісте 5 дәнекерлеу бекеті, бояу камералар бар. Айта кетейік, зауыт аумағы 10 000 шаршы метрді құрайды. Сварщик занимается сборками, сваркой конструкций, жаток. Мен дәнекерлеушімін. Егін жинауға арналған орақтарды құрастырамын. Нақтырақ айтқанда, тірегіштерін, қаңқасын бір-біріне жалғап берем. Сызбаға сәйкес әр бөлшек дәнекерленеді. Оңай емес, десе де сызбада барлығы көрсетілген. Соған қарап әзірлеймін. Осыдан соң бөлшектерді бояуға жіберемін. Все обваривается, вот. Бүгінгі таңда өндіріс орнында 167 адам еңбек етеді. Алдағы уақытта қосымша тағы да 25 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Сондай-ақ бұл жердегі орташа жалақы көлемі 245 000 теңгені құрайды. Қызметкерлердің жас ерекшелігі де әртүрлі. Университет, колледж білімін енді ғана тәмамдаған жастардан бастап, өмірдің басым бөлігін өндіріс орнында өткізген тәжірибелі мамандарға дейін еңбектенуде. Жас жігіттерге өндірістің қыр-сырын үйретіп жүрген мамандардың бірі Медет Айтымбетов. Но біздің міне келетін РС измельчитель. Бұл мынау вектор комбайнынікі, вектор комбайнына установка істелінеді. Бұл осылай келеді, анау болттардың бәрін босатамыз. Содан кейін мынаны краммалкамен көтеріп тағамыз орнына. Ремендер жалғанады. Осы күнге дейін зауыт 750 шақты Вектор 410 Акрос 550 комбайндарын және 220 трактор шығарған. Техниканың әр қайсысы озық заманауи қондырғылармен жабдықталған. Компьютер арқылы дыбыстық қосымшаның көмегіне де жүгінуге болады. В целом, в данном случае это комбайн Вектор 410. Бұл Вектор 410 комбайны өзімізде құрастырылған. Қарапайым комбайн. Назар аударып қарасаңыз, толықтай автоматтандырылған. Комбайнды басқару өте жеңіл. Міне, іске қосылды. Экранға қараңыз. Температура, май қысымы және де техникада кондиционер, жылыту қондырғылары орнатылған. Құрметті көрермендер, комбайнның қалай жасалатынын сіздерге көрсеттік. Дәл қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, дайын комбайн ол заманауи қондырғылармен жабдықталған және де ол дәл қазір егін науқанына өзінің дайын екенін көрсетіп тұр. Олай болса, бірге тестілеп көрейік. Достар, сіздерге тағы да бір Қазақстандағы өндіріс орнын көрсеттік, ұнады деген сенімдеміз. Ал сіздермен болған мен Арнұр Шакерхан. Бұл жаңа кезең бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.